Тарихшы апай да осы Ақтас ауылының адамы. Жасы 35-те, әлі тұрмысқа шықпаған кәрі қыз. Ол мектеп директорының немере апасы, ал Шабақ ағайдың немере қарындасы. Жұрттың айтуынша өйтіп-бүйтіп педучилищені ғана бітірген. Сонда да былтыр 5-6 класстарға тарих пәнінен сабақ бере бастады. Ұстазымыздың түрін суреттеп күнәға батпай, тек апай туралы ел аузында жүрген бір ауыз өлеңді ғана мысалға келтірейін. Қамытаяқ аласа қыз, келе жатыр шайтан сағыз. Қабығының түрі жаман, болар сірә долы нағыз. Бұл өлең кім шығарған белгісіз. Директор оқушылар шығарған жоқ па деп, ақын болғысы келіп жүрген балаларды қанша теркеймен авторын анықтай алмай қойған. Ал өлеңдегі апай туралы айтылғанның бәрі рас. Ол кісі тісім тазарсын деп көшеде ылғи сағыз шайнап жүреді. Түрі мен мінезі де өлеңде айтылғандай. Мұның бәрін сөз отып отырған себебім дәл қазір сол апайдың сабағы болатын. Кімде сұрақ бар дегенге келгенде күтпеген жерден Домбай атып тұрып: "Апай, осы тіршіліктің тірегіне оны ұстап тұрған не нәрсе?" деді. Мен осы пенжегінің жеңінен тарттым. Сұрағының мәнін онша түсінбесем де жақсы емес екенін ішім сезді. "Бұл сұрақтың бүгінгі сабаққа қатысы жоқ", деді апай. "Сонда да айтыңызшы, апай", деп Домбай қиыла өтінгендей сыңай танытты. Бұл ұстаз біреудің қиыла өтінгенін, жалына сөйлегенін ұнатушы еді. Домбай жақтырмаса да жүре киіп: "Сен сұрағыңды кластағы балалар да түсінетіндей етіп, былай толықтаңқырлап айтшы", деді. Пікірін дәлелдегісі келгендей, Домбайдың қоймай тақылдап сөйлеп кететіні барды. Бұл жолы да сөйтті. Бір ғажабы, мұғалім оның сөзін бөлмей тыңдап отыра берді. Домбай жаңағы сұрағын қайталаған жоқ, керісінше өз сұрағына өзі жауап берді. Тоқетерін айтқанда, оның ұғымынша тіршілікті ұстап тұрған тек қана қарапайым еңбек адамдар екен. Яғни жұрттың бір бөлігі ғана ауыр жұмыс істейді, қалғандар жеңіл жұмыс атқарады. Жеңіл жұмыс атқарғандардың көбі үлкен бастықтар. Олар жатушер сияқты, сөйте тұра айлығы да көп, тұрмысы да жақсы. Ал нағыз еңбек адамдарының тіршілігі мәз емес. Домбай жаңағы пікіріне талай мысалдар келтірді. Оларының көбі орынды да сияқты. Оның бәрін тізе беру қажет емес. Әрі қарайғы әңгімені айтайын. "Сеніңше жатып шер кімдер? Құр үлкен бастықтар демей, лауазымдарын айтсайшы", деді апай. Мысалы, аудан мен облыс басшылары, одан әрі министрлер, жалпы осы сияқтылар. Саған мұны кім айтты? Көкем айтқан бір емес әлденшерек. Ол саған қате түсіндірген ғой екен, Домбай. Әлгің саяси пікір. Ондай пікірің үшін апай Домбайдың көкесі жынданып өлді, сондықтан қате түсіндірген ғой, деп Гүлбағилы беті шімірікпей. "Өтірік соқпа, оның көкесі рактан өлді", деп бұл жолда араша түстім досыма. "Отыр, Домбай, қалай болғанда сенің пікірің түбірімен қате, одан былай айтпа", деді мұғалім. "Менің сұрағыма жауап бермедіңіз ғой, апай. Біріншіден, сен сұрау қоя сала, соған өзің жауап бердің. Екіншіден, мен сенің пікірің қате деп тұрмын. Сол жауап емес пе? Үшіншіден, бұдан былай мұндай бейсауат пікірді айтпайтын бол. Қоймай айтатын болсаң, марғау кетесің. Әне қоңырау да соғылды. Соған бола балалар жаңа сабақтан түсінбегендерін сұрай алмай қалды. Үйге қайтып келе жатқанда досыма: "Сенің жаңағың не? Өзіңде ес бар ма?" дедім. "Нені айтасың, кластағы сұрағымды ма?" "Иә, есі бар адам тарихшы апай қайдағы бір шатақ сұрақты қоя ма? Бейсаясат деді ғой, бұл сөз түсінесің бе?" "Мені бала деп педің, неге түсінбеймін? Өзің сұрақ қойып, өзің жауап бердің. Ешбір мақсатсыз сұрақ. Сонда не ұттың? Мұғалімдерден бірдеңке сұрарда менімен неге ақылдасып алмайсың? Сен кеңесшім емес, телохранительмісің ғой. Міндеттің тек қастандық жасатпай, мені қорғап жүру", деп күлді Домбай. "Түсінбеймін, жұрттың бәрі ерегістіріп, өзіңе қарсы ойғанда не ұтасың? Сонда саған не пайда? Сенің пікіріңді апай Шабақ ағай мен директорға айтып барады, елге де жаяды. Олар өзіңді елге сотқыр, жексұрын көрсетуге тырысады. Соны неге ұқпайсың? Шындықты айтуға болмай ма? Қайдағы шындық? Мысалы, директор болмаса мектепті кім басқарады? Совхозда, ауданда, облыста сондай. Асыра айтқаным рас, әдейі сөйттім. Бағана алалап қоятын, өзімді жек көретін апайды ыза қылғым келді. Оған өзіңді өзің қаралаған сөзің ұнап қалды. Ызаланған жоқ, ал өз алдыңа бір нәрсе. Оған қоса біреуді ыза қылу жаман әдет қой. Сен қойшы осы, тарихшы апай мен Шабақ ағайды ыза қылсам, оны не істерсіз? Солар мұғалім бе? Екеуінде де білім жоқ, сабақ бере алмайды, бағана алалап қояды. Ондайлардан бізге үлгі неге? Айтшы ғане. Айтқаның рас, бірақ сеніңше көре біле тұрып үндемей жүре беру керек пе? Не керегі бар? Bir жағынан көкең марқұмға да тіл тигізіп, анау директордың қызы Гүлбағилы. Сұрақ қоймасаң, соның бірі де жоқ еді. Көлеңкесінен қорқатын, бұғып жүретін сендерге ұқсағанша өлген артық. Ал көкеме тіл тигізген Гүлбағилы ма? Соны қойшы, мен қазір. Домбай тоқтай қалып артына бұрылды. Мен де жалт қарадым. Гүлбағилы мен Ләзиза келе жатыр екен. Нұрбек ана екеуі ғой, қазір қасымызға таяды. Сол кезде екеуміз айғайлап тұрып тарихшы апай туралы өлеңді айтайық.
қояр пәлесін аулақ. Әй, қорқақсың ғой, қорқақсың. Сонда да мені қорғайтын телохранитель деген атқа ие болып жүрсің. Міне екі қыз қасымызға таянып қалды. Сол екен Домбай саңқылдаған дауыспен. Қамыт аяқ, аласа қыз, келе жатыр шайнап сағыз. Қабағының түрі жаман, болар сірә долы нағыз, деп қақсап қоя берді. Қыздар өтіп кеткенше өлеңді қатарынан 3 рет қайталап үлгерді. Мен досымның қылығын қолдамайтынымды білдіріп, алақанымен екі құлағымды басқан болып тұрмын. Қыздар әрірек барып тоқтатты. Гүлбақыр: апайды мазақтадың ғой, иә? Көрде тұр, осыңды апайдың өзіне айтам деді. Апайды қойып тіпті әкең айт, маған бәрібір, деп Домбай жорта жарқылдап күлді. Үйге жақындағанда: қасыңда жүрген соң сенің әлгіндей теріс қылықтарыңа мен де ортақ болам ғой, бәлең маған да жұғады, дедім досыма. Ол тағы да: әй, қорқақсың ғой, қорқақсың, деді күліп. Кішкентай бөлмеде электр жарығымен сабаққа дайындалып отырғанымда үйге Домбайдың шешесі Зылиха апай келді. Біз кішкене бөлмеге өздеріміз қонақжай атап кеткен үлкен бөлме арқылы өтіп кіретінбіз. Арадағы есік ашық тұр. Шешем мен Зылиха апайдың даусы анық естіледі. Көрші елдің аптасына 1-2 рет үйге келіп өз сөзімен айтқанда шер тарқатып кететін әдет. Мұң шерінің ең үлкені ұлы Домбайдың жағдайы, соның тәртібі, сабақ үлгерімі, ұстаздарымен қарым-қатынасы. Бұл жолы мен тіліне тиек етіп шешеме қолқа сала сөйледі. Екеуі егіз қозыдай, жұбын жазбайды. Рас, сабағына Нұрбек көмектесіп ақ жүр, онысына рахмет. Ал енді Домбайдың мұғалімдермен шекісіп қала беретін жаман екен. Нұрбек айтсаңызшы, досының сол әдетін қойдырсын. Менің тілімді алмайды, қайта ерегісіп. Сізде қызықсыз. Нұрбек шипеген әл жуаз бала, оның үстіне өзі қой айзынан шөп алмайтын жуаз. Ал Домбайдың көлеңкесі сияқты ғана. Оған қалай тілін алдырады? Адам көлеңкесімен елей ме? Жоқ, бұл да солай. Қойыңызшы сонша құлдыратпай. Балалар бірін-бір тілін алады дейді ғой. Айтып көрейін, балаңыздың тіл алмағанымен қоймай ерегісетіні қалай? Әй, анау әлгі Айдарханға бола. Сол үйге келгенде 2-3 рет қуып шыққандай қылған жоқ па түге? Білмеймін неге екен, сонымен жаны қас. Айдархан екеуміздің сөзіміз жарасып қосылайық десек, амалымыз құрып тұрған. Бала бауыр ет емес пе, оның көңілін жығуда қиын. Әрі қарай екеуі күбірлесіп қана сөйлесе бастады да мен не айтып жатқандарын ажырата алмадым. Анам мен Домбайдың көлеңкесі деді-ау. Онысы маған телохранитель дегеннің баламасы сияқтанып көрінді. Екеудің арасында әжептеуір ұқсастық бары да рас қой. Телохранитель деп қорғайтын адаммен тіл қатыспай соның көлеңкесі секілді соңына ілесіп жүреді деп қояды. Біреудің көлеңкесі болудың несі жақсы? Кісінің шамына тиетіндей ақ сөз. Қайтейін, шындық болғандықтан көңіліме алған жоқ. Зылиха апай шығып кеткенде мен математика дәптерімді жауып, ана тілінің тапсырмасын орындауға кірісемін. Есік сықырлай ашылып, үлкен бөлмеге тағы біреудің кіріп келген. Даусын таныдым. Ләзизаның шешесі екен. Ол асқанда күнар жұмыс істейді. Өйткені олардың жұмыс күні ұзақ, бақандай 16 сағатқа созылатын көрінеді. Бұл апай біздің үйге сирек бас сұғады. Келсе ылғи да өзінің жағымсыз, тарғыл даусымен айғайлап сөйлейтін әдет. Арасында ерін сылп еткізіп қоятын және бар. Амандық саулық сұрасып, хал-ахуал жағынан аз-кем әңгімелескенсің апай. Біздің Ләзизжан сондай ақылды, сабағына сондай ұқыпты деп ерін сылп еткізіп қойды. Үй шаруасында түгел сол тындырады. Сенің Нұрбегің де сабағын жақсы оқиды деседі ғой, тәртібінде мақтайды. Әттең ана Жексұрын Домбайдың екі елі айрылмайтын жаман-ақ. Құдай көршісі болса, Құлынтайды тебісіп бірге ойнап күлсе, бірге жүрмегенде қайтушы еді? Ойбай-ау, Домбай жалаққор, бұзақы бала ғой. Ол Нұрбек түбінде бұзбай қоймайды. Суға кетсе өзімен бірге ала кетеді. Құлақ қағыс қылғаным өзіңе. Қайдам, мен сол балалардың ісіне көп араласпайтын адаммын ғой. Көрші апай Домбайдың елді бүлдірер бұзақылықтарын жіпке тізді. Әсіресе оның сабақ үстінде мұғалімдермен тәжікелесетін ұзақ сонар сөз етті. Нақ бір өзі көргендей етіп сөйлеуіне қарағанда, соның бәрін қызынан естігені ап-анық байқалып тұр. Шабақ мұғалім мен оның немере қарындасының оңып тұрған шамал емес пе? Оны күллі ауыл біледі, деді анам. Қанша айтқанмен олар ұстаз ғой, ұстаз шәкірт сыйламаса тәртіп бола ма? Ол да рас әрине. Көрші апай шешем осылай өз айтқан бір мойындатып алған соң, енді Домбайдың Ләзизаға жала жауып, басқан ізін аңдитын ашына сөйлеп кетті. Сондағы сылтауы, асханадағы шешесі жымқырған азық-түлікті Ләзиза үйіне тасиды. Сөмкесін ашып көріп, ұрлығын анықтаймыз дейтін көрінеді. Малға бару үшін тамақтың қалдығын әкелетіні рас. Онда не тұр? Далаға тастағанша малға берген жөн ғой. Домбай Ләзизаның басқан ізін жалғыз өзі аңдыса керсі әрі. Сол Жексұрынның қасында моп-момақан Тұрбектің ылғи бірге жүретін ақ жаныма батады. Сол бала-шағаның ісіне ренжіп қайтесіз, олардың көрісуі де, келісуі де оңай. Біздер үлкендер соны елемейік. Сонда балаға бола қабақ шытыспайық. Ойбай-ау, сен білмейсің бе? Бір үйде қонақ болып отырғанда сөзден сөз туып, шабақ мұғалім: осы мен білсем, Домбайдың дені сау емес, соның есі ауысқан деп. Домбайдың кесірі балаңа жұғып жүрмесе бопты да әйтеуір. Сол ма тәйір, әшейін ашу үстінде айта салған сөзі дағы. Көрші-ау,
Әрбірден соң тіпті асханадан аздап азық-түлік алғанның өзінде соның несі айып? Алатын айлығымыз студенттердің стипендиясындай ақ екен. Тегін жұмыс істегенмен бірдей. Ең аяғы тамағымыздан айырмасақ, асханада не істеп нем бар? Одан да қой бақпаймын ба? Қайдам, мен ешкімнің ұрлығын көргем жоқ. Өзің аздап алған несі айып дейсің? Ата-анасы мен мектебі адалдыққа үйрететін балаларға осы сөзің өзақ жетіп жатыр ғой. Солай де көрші, пиғылың белгілі болды. Баласы жексұрын Домбаймен неге ауыз жаласқан дос десем, сенің өзіңде бізді ұрды деп есептейді екенсің ғой. Аңғал басым көрші деп саған келіп сыр ашып отырған менде де ес жоқ деп көрші апай есік тарс жауып шығып кетті. Тегін жұмыс істеп жүрген деп жылануынай мынаның. Күйеуінің айлығы біздің үйдегі отбасыныкімен бірдей. Науқан кезінде 500-ге дейін алады. Ендеше әлгіге не керек деген дауыс естілді шешемнің. Мен үйге берілген тапсырмаларды орындап болған соң 2 дәптерімді алып үлкен бөлмеге шықтым. Тапсырмалардың қалайша орындалғанын Домбайға түсіндіріп, дәптеріне көшіртіп жаздыруым керек қой. Күн суыта бастаған ба немене? Аспан бұлт, дала желкем. Пенжеңді ки күнім, деді анам. Басқа бір сөз айтқан жоқ. Ол келімді кетін кісілер жайынан үй ішінде өмір сөз қозған жан емес. Менің көзімше әрине. Мүмкін көкем айтатын шығар, оның мен білмеймін. Апыл-ғұл киіндім де, есікті ақырын жауып, суылдап, жел соғып тұрған тастай қараңғы далаға шықтым. Өткен тақырыпты қайталағанда Ерасыл ағай алдымен совхоз басшысының ұлынан сабақ сұрап еді. Әлгі бұйра шашты қара торы бала бірдеңені былықтырып айта келіп, адамның намысы, адалдығы дегенде мен оны өзімше түсінемін деді. Намысқа тырысам деп қалайша ылғи адал болмақсың? Ол мүмкін емес. Мысалы, мен үлкен бастық екенмін деймін. Алдымен өз туыстарым мен достарымның қамын ойлауым, солар жарылқауым заңды ғой. Тіпті бірер туысым қылмыс жасап қойса да, соны ақтатуға тырысуым, жан сала қорғауым керек емес пе? Жұрттың бәрі сөйтеді, мен де сөйтерім. Әділдік, адалдық, намыс дегендердің барлығы тек өзгелерді алдарқату үшін айтылады. Өз пікіріңді айтқаның дұрыс, пиғылыңды білдік. Бірақ оқулықтағы намыс атты шығарманы мүлде талдаған жоқсың ғой. Соған талдау жасап көрші, деді Ерасыл ағай. Әлгі бала үйде ол шығарманы оқымаған ба, кім білген, әйтеуір үндемей тұрып алды. Мұғалім қосымша сұрақтармен жетелеп көрсе де жұмған аузын ашпады. Отыр 2, деді мұғалім. Қасымдағы Домбай ұстаздың әділігіне риза болғандай мен шындағымен түртіп қалып, жан-жағына жалтақтай бастады. Кластағылардың қозғалақтап барып тынышталғанына қарағанда, олар бұрын ешбір мұғалім төменгі баға қойып көрмеген шаруашылық басшысының баласына Ерасыл ағайдың бадырайып тұрып екілік қойғанына таңданған сияқты. Ағайға бәрі дән риза болған шығар, деп сыбырлады Домбай. Ерасыл ағай әлгінің совхоз директорының баласы екенін білмеуі де мүмкін, дедім мен. Өйткені ол биыл ғана институт бітіріп, осы ауылға жолдамамен келген басқа жақын адам болатын. Енді ұстаз Гүлбағиладан сабақ сұрай бастады. Басқасын білмесе де, мынаның мектеп директорының қызы екенін білетін шығар. Оған сөз бар ма? Гүлбағилада намыс атты шығарманы талдаудың орнына өзінше бірдеңелерді айтқансып, әр нәрсенің басын бір шалды. Жөн сілтеп жөнек болған ұстаздың көмекші сұрақтарына да жауап бере алмады. Үндемей аз кем кідірді де, баяғы шабақ айғайға еркелеп қырсыға қалатын әдетіне басып, білмеймін, деді. Отыр 2, деді Ерасыл ағай. Қасымдағы Домбайдың қайта отырғанын ұмытқандай, ура деп қол соғып жібергені. Оған ілесе басқа да 3-4 жерден алақан сарт-сұрт тұрған дыбыстар естілді. Ерасыл ағай кластағыларға таңданып, бұларың не, деді. Орнынан ұшып тұрған Домбай. Ағай, кешіріңіз, бақамай қол соғып қуанғанына, деді. Кластас жолдасың екілік алғанына неге қуанасың? Гүлбағиланың екілік алғанына қуанғам жоқ, ағай. Сіздің әділдігіңізге қуандым. Оған ешбір мұғалім екілік қойған емес. Әсіресе Шабақ ағай. Гүлбағила мектеп директорының қызы ғой. Мұғалімдер оған түк білмесе де ылғи 4 пен 5 қояды. Гүлбағиламен ренжісіп қалған соң айтып тұрғаның сөзің емес пе? Ренжіскен түгім жоқ, ағай, нанбасаңыз балалардан сұраңыз. Домбайдың сөзінде қаншама шындық бар. Кәне, кім айтады? Класс ішіне жым-жырт тыныштық орнады. Біреудің қаламы еденге түсіп кетіп еді, тырс етіп мылтық атылғандай сияқтанып естілді. Домбай мен шынтағымен бүйірімнен түртіп, өңшең қоян жүрек деп өзін-өзі күбірлегенде құлағы шалынды. Мен жүрексініп екі ойлы болып отырғанымда Ләзиза қолын көтеріп орнынан атып тұрды. Ағай, Домбайға сенбеңіз, деді. Ол жалақор, барып тұрған сотқар. Өзі сабақты біліңкіремей қалады да, Шабақ ағайдың қойғанша бағасына ренжиді. Содан басқаларға бағаны көтеріп қояды деп ылғи жала жауып жүрген. Өтірік деп атып тұрмақ бар, бірақ директор мен Шабақ ағайдың соңыма шырақ алып түсетінін ойлап өзімді тежеймін. Басқалар да үндемей отырған жоқ. Рас, мен Домбайдың әрі көршісімін, әрі ең жақын досымын. Сондықтан оның намысын қорғау алдымен менің міндетім емес пе, ақыры. Ағай деп орнымнан ұшып тұрдым. Ләзиза өтірікші, шешесі асханада істейді. Бұл қызылғы үйіне шешесі жымқырған ас суды тасиды. Домбай емес, оның өзі жалақор, менің досыма жала жауып тұр. Үйіне тамақ тасығанын көзіңмен көрдің бе? Ләзизаға неге жала жабасың, деп Гүлбағила орнынан баяу көтеріле берді. Класс шараның ұясындай дуылдап басып еді. Ерасыл ағай бәрімізге отыруға әмір етті.
Болды, деді. Жиналыста бас қосып шешетін мәселелерің көп сияқты ғой өзі. Әлгі айтқандардың жайында аға вожатый бар, класс жетекшілерің бар, кейін ақылдасып жатарсыңдар. Ал қазір сабағымызды жалғастырайық. Сабақ басталып кеткенімен менің онда шаруам болған жоқ. Терең ойға беріліп, ешбір тиянақ таба алмай отырмын. Міне сабақта шығарма талданып, әділдік, адалдық, намыс деген ұғымдар төңірегінде небір орынды сөздер айтылып жатыр. Ал күнделікті тіршіліктеші мектеп директор Шабақ ағай мен оның тарихтан сабақ беретін немере қарындас сияқтылардың әділетсіздігін ойлағанда көңілім құлазып қалды. Ұстаздардың біразы әлгіндей болғанда басқаларға не дауа? Домбай менің арқамдан классымыздың жақсылық пен жамандық итжығыс түсіп жатыр деген айтқанымен оның өзі менің көкейіме қоныңқырамайды. Домбай не бар оқушы, ал аналар біз үшін қолында билігі бар кілеңдейлі дөйлер. Бұлайша айтқанда олар азулы шортанда, біз әшейін шабақ балық сияқтымыз. Сонда қайдағы итжығыс? Шындаса шортандар бізді тірідей қылқытып жұта салмай ма? Домбай мені бүйірімнен түртіп алдындағы қағазды иегімен нұсқады. Қымбатты көршіміз Ләзиза, сүйікті құрбың Гүлбағиланы біздердің атымыздан бүгінгі алған екілігімен құттықтап қоярсың. Құдайы көршілерің Домбай мен Нұрбек деп жазыпты. Мен қағаз оның алдынан жұлып алдым да жыртып қалтама салып тастадым. Оның не деді досым? Дауды көбейтіп қайтеміз, тек жүрсең тоқ жүресің, дедім. Кемшілікті түзетуге пайдасы мақалды қасақана қолдандым. Бұл қағазсыз да басыңа төнген қара бұлт аз ба? Сен неге осылай пәлез дейсің? Одан да сабағың жақсы оқы дейсің ғой. Оның несі жаман? Айтыла құлақты сарсытқан сөз. Тек жүріп тоқ жүрсең, қоян жүректердің арасында бір беймаза адамның болғаны да пайдалы ғой. Сыбырласып отырған екеумізге мұғалім ескерту жасаған кезде қоңырау да соғылды. Біздің класста жаратылыстану, тарих, әдебиет сияқты жеңіл әрі қызғылықты деп есептелетін пәндер кесте бойынша үнемі соңғы сабаққа дөп келуші еді. Үйге қайтып келе жатқанда Домбай маған қатты ұрысты. Артынан сабасына түсіп қатем мойындатуға тырысты. Ләзизаны күлді класс алдында ұрғып көрсетуің әділдікті аяққа басқаның. Өзара сөйлескенде ақылдасу ретінде айтылған сөз бір басқа. Көпшілік алдында тек көзің анық жеткен нәрсені ғана айтуың керек еді, деді ол. Бұлай да белгілі ғой, асқанадан сөмкесін әрең көтеріп келе жатқан талай көрген жоқпыз ба, деп ақталдым мен. Сөмкенің өзін көргенмен ішіндегі көрген жоқпыз ғой. Оны әлі ақтауымыз керек. Мен сені қорғаймын деп Ләзиза өзің жалақор барып тұрған сотқар екен деген ұмыттың ба? Енді өзің де төмен құлдырап, сол қыздай жалақор болып шыға келдің. Әділдіктен айырылдың. Сонда Ләзизадан қай жерің артық? Ол бізге ылғи жала жауып, жаңа сен де оған жала жаптың. Мойындағың келмейді, ә? Неге мойындаймын? Рас, ызаға болып, ашу үстінде сөзіңді өлшеп пішетін уақыт болды ма? Әне, әлі де ақталғанын қоймайсың. Неге қойдым ғой? Өзің айтқан түсінбейсің де. Енді міне жала жабайын дедің бе? Әңгіме үстінде үйге қалай келіп жеткенімізді білмей де қалыппыз. Бүгін Ләзизаның асханаға баратын күн еді. Түс ауған кез Домбай екеуміз манадан бері біздің үйдің терезесінен сол қыздың асханаға қарай кеткенін аңдып отырмыз. Ләзиза бір рет қақпалына шығып, жан-жағына қарап, біраз кідірген соң қайтадан үйіне кіріп кеткен. Содан кейін жым-жылас. Сөмкедегісі қатты затты қайткенде көре аламыз. Ойлап тапқан амалыңды айт, деді Домбай. Соның ең оңай жолы, егер сен құптасаң, дедім күмілжіп. Бар ғой, екеуміз асхана дуалының ығында жасырынып тұрамыз. Қыз ашық қақпадан шыға бергенде мен аяғымды көлденең тоса қоямын. Ол етпетінен құлап бара жатқанда сөмкесі қолынан ұшып кетеді де не ашылып қалады. Сонда бас салып ішіндегісін көреміз. Содан басқа амал жоқ. Ақымақ, деді Домбай қабағын түйіп. Біреуді аяқтан шалып жығу бұзақылық емес пе? Және оның өзі қыз болса, бұзақылықтардың нағыз көкесі сол емес пе? Өзіңнің есің дұрыс па? Басқа амал таппадым, не істейміз? Сені айлакер, ақылды деп жүрсем, айтып тұрғаның бас бұзар сотқардың ісі ғой. Бүйтіп маған телохранитель болғаның құрсын. Мен ақымақ екенмін, онда амалдың сыпайы түрін өзің ойлап тап, деп ренжідім. Біраз үнсіз қалдық. Ақыры Домбай: Ләзиза үйінің ас бөлмесі кейін салынды, терезесі ап-аласа, деді. Ләзиза кеткен соң біз сол үйдің аула шарбағына ғана барып жасырынамыз. Онда қалың бұта да бар. Ол асханадан қайтқасын бірден ас бөлмеге кіреді. Сөмкедегі заттар шығарып алады. Ет, май сияқтылар сондағы тоңазытқыштың ішіне салады. Қыз үйіне кірген бетте біз шарбақтың ығынан шығып, ас бөлменің іргесіне жетіп ала қоямыз. Заттарын жайғастырып әуреге түскен кісі терезеге қарап не қылсын? Бүгін жарқыраған күн сәулесі жоқ, аспан бұлт. Мен ептеп терезенің бір жақ шетінен сығалаймын, азық-түлік шығарғанын көрсем, саған белгі берем. Екеуміз аштан ашық терезеден ішке үңілеміз. Ұрлықтың куәсі болғанымызды көрсін, сонда аузына құм құйылады. Әлде сонда да өтірік айтады деп танар ма екен? Кім білсін? Ал мен сезікті ештеңе көре алмасам, көзге түспей кетіп қаламыз. Сонда бұл амалды кейін тағы қайталайтын боламыз.
Қалай, ә? Осы оп-оңай амалды өзім ойлап таппағаныма қынжыла тұрып, жобаң дұрыс дедім. Домбай селқос жауап бергенін байқап, көңілімді аулағандай енді жайбарақат үнмен сөйледі. Бойың кіші, менікіндей бетің жалпақ сары емес, қара торысың. Бүгінгі бұлыңғыр күн райына ұқсас. Көзге түспеуге жақсы. Терезеден сен сығаларсың, жарай ма? Жол сенікі. Қалай, ә? Әне Ләзиза шықты дедім. Бар назарымыз соған ауды. Қолында дәу қара сөмке. Жан-жағына жалтақтай қарап алды да асханаға қарай тартып отырды. Домбай екеуміз сыртқа шығып, Ләзизаның үйіне қарай аяңдадық. Аула шарбағының түбіндегі қалың бұталардың арасына келіп жасырындық. Арғы жағы дәл Домбай айтқандай болды да шықты. Сондықтан оны төл қайталап жатудың қажеті шамалы. Қысқаша айтарым мынау. Ләзиза ас бөлмеге кіріп, сөмкесіндегі дүниелерді шығара бастады ау дегенде мен ептеп терезенің ішіне сығаладым. Қыз кесек-кесек еттерді үстел үстіне қойып жатыр екен. Дереу досыма белгі бердім де екеуміз ашықтан-ашық терезеден ішке қарап тұра қалдық. Қыз бізді көрген соң әуелі сасқандай сияқтанып еді, артынша қайратына мініп, екеумізге ерін шығарып жұдырығын түйді, терезеге қарай ұмтылды. Ләзиза ұрлықтың куәсі болғанымызды көрген соң, біз жайымызға кете бардық. Тек желдеткішті ашық терезе жақтан қызым оңбағандар, жетпегірлер деп айғайлаған даусын естік. Оңбағандар оның өзінің жиі қолданатын сөзі, жетпегірлер шешесінің көп айтатын қарғысы. Кешкісін шам жарығымен Домбайға үйге берілген тапсырманы көшірткісі отыр едім, досымның анасы әлі қайтпапты. Бір кезде есікті жұла ашып, қара киім киген Ләзизаның шешесі кіріп келгені ғой. Терезені сығалап қыз екеуінің ұрлығына куә болғанымыз үшін шаңымызды сіліп кетуге келгенін түсіне қойдық. Аузынан ақ ит кіріп қара ит шығып жатыр. Оның былапыт сөздерін қайталап жатудың керегі жоқ әрине. Мейлі ғой, тек Домбайдың әкесі марқұмның аруағына тіл тигізгені жанымызға қатты батты. Шыдамы таусылған Домбай орнынан ұшып тұрып, кет дегенде ит те кетеді, кет, шық үйден деп қатулана айғай салды. Сол-ақ екен, әйел біреу сабағындай баж ете қалды. Есік шалқасынан ашық қалдырып, далаға атып шықты. Үйіне жеткенше шаңқылдап сөйлеп бара жатқаны естіліп тұрды. Елге дабыра ету үшін әдейі даланың басына көтеріп барады. Ертең жұртқа соны дәлел қылып айтуына жақсы ғой, деді Домбай мұңайып. Түс қайта Домбай екеуміз қақпа алдындағы сәкіде әңгімелесіп отыр едік. Бір кезде қасымызға жүк машинасы келіп тоқтады. Кабинадан жүргізуші жігітпен Айдархан ағай жерге қарғып түсті. Сол-ақ екен, Домбай орнынан атып тұрып, машина қорабының ернеуіне қос қолдап ұстады да аяғын дөңгелекке тіреп жоғары көтерілді. Жерге түскен соң көмір, бұл немене өзі деп жүргізуші жігітке шүйіліп. Сізге біздің үйге көмір әкел деген кім? Жігіт Айдархан ағайды иегімен нұсқады. Енді Домбай Айдархан ағайға тиісті. Сізге көмір түсіріп бер деген кім? Неше сомға жалдандыңыз? Көмір мен өзім де әкеле аламын, апам да әкеле алады. Апаңмен келісілген, көмірдің ақысын төлеп машина жалдағанда апаң. Көмір түсіру жас баланың ісі емес. Менікі тек қол көмегі. Тиеу, түсіру дегендей. Онда көмекке зәру емеспіз. Мен көмірді түсіргізбеймін. Қайтып әкетіңдер. Бізден аулақ, керек болса өзіміз барып әкелеміз. Ұқтыңыз ба? Енді келген іздеріңізбен жүре беріңіздер деп Домбай қолын сермеді. Сен туған шешеңді билейін деп бедің, қаршадай болып алып, өзің сөзің түйеден түскендей. Оқушыға тән ибалық, кішіпейілдік жоқ. Сенің қарсыласқаныңа қарамай көмірді түсіреміз. Түсіргенде қандай? Енді аз күнде пеш жаға бастайсыңдар. Соны түсінесің бе? Одан да сен екеуің жігіт болсаңдар, біз түсірген көмір шелекпен тасып, қорадағы өз орнына кіргізіп алыңдар. Қане деп Айдархан ағай жүргізушіні жігітке иек қақты. Ал сен екеуің былай тұрыңдар, көмірдің астында қалып, бәлелерің жұғар. Түсірткізбеймін деп Домбай тағы да қасарса басып еді, мен оны білегінен тарттым. Қой, жүр, қайтесің? Ұят болады, апаң ренжиді, көмірсіз қаласыңдар. Сол екі арада кабинасына кіріп жайғасқан жүргізуші жігіт моторды іске қосып үлгерді. Машина қорабының алдыңғы жағы жоғары көтеріліп, артқы жағы төмен қарай қисайып, сауылдап көмір төгіле бастады. Домбай білегінен тартқаныма көніп, менімен бірге кейін шегінді. Көмір төгіліп, кабинаға кіріп отырған соң Айдархан ағай Домбайға күлімдеп қарап, апаңа менен дұғай-дұғай сәлем айт, деді. Ал өзің жұртқа бет алып соқтыққанды қой, тәртіпті бол. Көп қоқиланды берсең, арты оңды болмайды. Машина гүр ете қалып зымырай жөнелді. Әне көмір түсіргеннен қоймай, дұғай-дұғай сәлем деп мені мазақ етіп кетті. Көмірді түсіргізбеу керек еді. Сен дайын көмірден безіп жындысың. Осы кезде Ләзиза қақпалына шығып, бірер жаққа тесірейе қарады. Терезеден бәрін көріп тұрған қыз тиіскісі келмесе тысқа шықпас еді ғой. Домбай, көкелі болыпсың, құтты болсын. Бұдан былай ауыр жұмыс істеуге әуреге түспейсің, деп осылықтай күлді де қайтадан ішке зып ете қалды. Қап, мына қызды ма? Әне, ол да мазақ қылды. Ал сен дайын көмір дейсің. Соған бірдеңен кете ме? Әріл-берден соң Айдархан ағадай көке жаман ба? Сол кісіге неге заланы беретінін түсінбей қойдым. Өз апаң осылай бірер ағай келіп жүрсе ше. Менің көкем бар ғой. Болмаса ше. Болмаса амалың жоқ, өлген адам тірілте алмайсың. Мен қайта осындай жақсы ағайды келіп кетіп жүргеніне қуанар едім. Қояр, намыстанар ең. Әншейін мен жұбату үшін айтасың. Осы кезде құрбысына келе жатқан Гүлбағила бізге көз қиығымен ғана қарап қойып, қасымыздан өте берді. О, Бекеш, тоқтай тұр, мектеп директорының үйде ма?
Кешір, айтпақшы, көкең үйде ме, ол не істеп жатыр деп дауыстады Домбай. Оны әдейі мұқату үшін емес, екі қыздың ылғи еститін аш сөздерін кегі ретінде айта салған түсініктеді әрине. Бірақ Гүлбағила олай ұқпапты. Ол көрші үйдің аула қақпасын аша беріп: "Көкем тірі жүрген мектеп директоры болып істейтін көре алмайсың, ә?" деді, тешкеніп кетті. "Түкірдім тамыр танысың басқаны білмейтін көкең директорлығына. Ол нағыз әділетсіз адам", деді Домбай баяу үнмен. Бұл сөз мен үшін де айтқаны дауыс ырғағынан білініп тұр. Шынында Гүлбағиланың жаңағы айтқаны тым ақ ауыр сөз еді. Ол Домбайға әкесінің өлгенін ескертіп табалағандай болды. Әрбірден соң әлгі сөздің астарында: "Әкеңді жалмадың, жетімсің, ал менің көкем тірі, әрі мектеп бастығы. Содан бізді көре алмайсың, ішің күйсе тұз жала" деген ұғымдар жатыр ғой. Домбай соны ұқпайтындай топас емес. Мінезі қанша аумалы төкпелі болғанымен, ол соншалықты сезімталды. Мүмкін іс әрекетінің күрт өзгеріп тұратын сол сезімталдығынан, сезім жетегіне ерікіштігінен де шығар-ау. Жібекжан ерегес бір іс істетті, түбіне Төлегеннің намыс жетті деп ыңылдай әндетіп қойды мен. Ұмытпасам, Бекежанның сөзі осыған ұқсас. Сөзін ұмытыңқырағанмен әннің ырғағын анық білем. "Бекежан кім, сенбісің?" деді досым. "Жоға Шабақ ағай ма, мектеп директоры ма, жоқ әлде Айдархан ағай ма, әйтеуір біреу. Сонда Төлегенің кім?" "Домбай атты жігіт ше, Төлеген сол." "Сонда жібегің кім болғаны?" "Бізде ондайлардың жоғын өзің білесің." Мен әбден шатасып, не дерін білмей тығырыққа тірелдім. Әу баста әлгі өлеңді айтқанымда көз алдыма жібектің орнына досымның шешесі Зылиха апайды, Бекежан орнына Айдархан ағайды елестетіп едім. Соңғысын Шабақ ағаймен немесе мектеп директорымен ауыстыруға да болады, әрине. Ал Төлеген ше, ол мүлдем жоқты. Оның орнына көкейімнің балаңыздың деген сөз сайрап тұрған еді. Домбайға ерегесушілер көбейді ғой. Солардың бірі досыма бірер қатаң шара қолданылған жағдайда шешесіне келіп: "Зылиха ерегес бір іс етті, түбіне балаңыздың намыс жетті" дейтіндей сияқтанып еді маған. Жаңа Домбайға "сен Төлегенсің" деп қойғанымды көрмейсің бе? Енді оның шешесін жібектеуге хақым жоқ. Сондықтан досыма жаңағының барлығының бастан аяқ түсіндіруіме, ыңылдап әндеткен кездегі ой сезімімді түгел айтып беруіме тура келді. Домбай сөзімді тыңдап болған соң: "Шара қолданатындай менің түк жазығым жоқ", деді. "Менен Айдархан ағайдың өзі қып жүреді. Ал Шабақ ағай мен директор маған не істей алады? Мектептен шығару қолдарынан келмейді. Ендеше өлеңің орынсыз." "Әншейін ойын ғой, қалжың үшін айтқан өлеңімдағы" дедім. "Енді мені сен де мазақ қылайын дедің бе? Ләзиза мен Гүлбағила, Ләзизаның шешесі Шабақ пен Айдархан ағайлар, директор, тарихшы апай, кластағы бірнеше бала, сен де соларға қосайын ба?" "Қойшы өзің, ойынды түсінбейсің ба? Ылғи бірдеңеге ашуланып ерегесіп жүргеннен не таптың? Күліп ойнап жүрген жақсы дейді ғой апам." "Ойнатып күлгізіп жүргізе ме? Жүргізбейді ғой әлгі айтқан кісілер, әрқайсысын сөзбен түртпектеп. Соның бәріне мән бергенше әзілмен жауап қайыр, сондалар күледі де қояды. Қояр саған Шабақ ағай." "Мен мұғалімдерді емес, бұл қыздарды айтам", дедім досымның сөзін бөліп. "Жә, енді болды. Бірақ 2 шелек әкел." "Бар, 2 шелек әкел. Мына көмірді кіргізіп тастайық." "Қояр, Айдархан ағай әкелген көмірді кіргізбеймін. Өздері." "Ей, жындымысың? Апаң жұмыстан шаршап қайтады. Айдархан ағай бір аса бір зәру шару болмаса, бұл үйге келуге сенен қаймығады. Сонда кім кіргізеді көмірді?" Әрбір айысып, Домбай зорға дегенде көндірдім. Көмірді тасып орталап болғанда екеуміз қақпалдында сәкіге демалып отырдық. "Сен әділдік, әділдік, адалдық, адалдық деп қоймайсың. Оныңа қарсылығым жоқ. Бірақ үйге берілген жазбаша тапсырмаларды ылғи менің дәптерімнен көшіріп аласың. Осы қалай? Әділдік пе, адалдық па? Намыс дегенің тағы бар, соны намыстанбайсың ба?" дедім досыма. Ол маған быжырайып бір қарады да: "Тапсырмаңды аяйсың ба?" деді. "Мәселе онда ма?" Рас, мәселе онда емес. Өзің білесің, көкем өлгелі сабаққа салақсып жүрмін. Бірақ басқалармен салыстырғанда менің уақытша сенен сабақ көшіріп алып жүргенім соншалық бір әділетсіздік пе? Ешкімге қиянатым жоқ. Сөйте кейін әділдігіңнен біржола айырыласың ғой. "Жоқ, айырылмаймын." Осы кезде көшені жағалап келе жатқан Шабақ ағайға көзіміз түсті. "Сен жүрегіңнен отырып көмірдің арасында тас көтеріп кесектерін терген кісі бола қал. Ағайға қарама, көрмеген кісі болып отыра бер. Ар жағын өзім білем", деді Домбай. "Тағы бірдеңе бүлдіретін шығарсың. Бол, сөзді қой." Досымның бұйрығын орындайтын ежелгі дағдыммен жүрегіме отырып, қолыммен көмірді ақтарыстыруға кірістім. Домбайға қарсы қарап отырмын. Оған әлсін-әлсін көз тастап қоямын. Ту сыртынан аяқ тықыр естілді, аздан соң саптанды. Шабақ ағайдың тоқтағанына, тамақ қырнағанынан білдім. Домбай екі көзін менің төбемнен асыра тесірейе қалыпты. Ұстаз бен шәкірт көзбен атысып, арбасып тұрған шығар-ау. Ақыры Шабақ ағайды: "Тұр орныңнан" деп дауыс саңқ етті. Бұл тікелей Домбайға айтылған сөз болғанның өзінде бәрі маған да ортақ қой. Орнымнан қарғып тұрып мұғалімге бұрылдым. Ағай, сіз келіп қалған екенсіз ғой, сәлеметсіз" дедім басым шұлғынып. "Жарайды, сен жұмысыңмен айналыса бер. Домбай, ұстазыңмен неге амандаспайсың?" деді Шабақ ағай. Мен тағы да досыма қарсы қарап жүрегіммен отырдым.
Донбай түрегел болай тұрсын, орнынан тып етіп қозғалмастан мұғалім жаққа бедірейе қараған қалды. Амандық ағадан дегенді білмейсіз бе? Алдымен сіз амандық сұраңыз. Айтқан тілді алмайсың ғой. Бұл класс іші емес, өз үйімнің іргесі. Үйіңе келгенде үйде өкпеңді айтпа деген сөз бар. Қазақ үйіне келген кісіні сен құсап кірпідей жеріліп қарсы алмайды. Сіз өтіп бара жатып тоқтай салған кісісіз. Біздің үйге әдейілеп келген жоқсыз. Оның үстіне далада тұрсыз. Мен үй ішінде емес. Әйткенмен, егер менің алдымда жаздым, жаңылдым деп толып жатқан кінәларыңызды мойындасаңыз, құшақ жая қарсы алуға бармын. Қандай кінә? бағаналылап қоясыз. Қорқайтын, есігайтын адамдарыңыздың балаларын сабақты білсе де, білмесе де 4-5 қоясыз. Мен сияқты шындықты бетке айтатын балаларға жақсы жауап берсе де бағаны кемітіп қоясыз. Оны бүкіл ауыл біледі. Сабақ түсіндіруіңіз де нашар. Айта берсе, сіздің кінәңіз 40 батпан. Тіліңді тарт, көргенсіз. Сіздей адамны оқыған бала қалайды көргенді болады. Сабасына қалай піспегі, мұртына қарай іскегі деген. Ойпыр-ай, Донбай, сен адам болмайсың мына қалпыңмен. Көрде тұр, марғау кетесің. Донбай жорта қарқылдап тұрып күлді. Тіпті арасында ішін басып өтірік шиқ-шиқ етіп қояды. Жарайды, мектепте сөйлесерміз деді, Шабағы жанына жайына кете барды. Ол ұзаңқыраған кезде досыма дүрсе қоя берді. Әй, сенің бұның не? Ағайды тәлке кететіндей болдың ғой. Кісі сөйтем екен. Енді ол қыр соңымыздан қалмайды. Құртады екеумізді. Қорқа бермеші осы сен ақ. Шабағыға көптен кіжініп жүр едім. Енді өзі келе қалды. Жақсы болды. Әбден сазайын бердім. Ал енді іске кірісейік. Екеуміз қайтадан шелекпен көмір таси бастадық. Математиканы үйге берілген тапсырманы жазған дәптерімді Донбайға келсем, шешесі екеуі енді ғана шай ішкелі отыр екен. Шешесі әлдебір шаруамен ұзақ бөгеліп үйіне кеш қайтыпты. Әдетте Зылиқа апай менің келген кеткенімді еле қоймаушы еді. Ал бүгінгі жүзі жайнан қағып қарсы алып келгеніме ала бөтен қуанып қалды. Білегімнен тартып, зорлағандай етіп төрге отырғызды. Мен соншалықты ілтипат көрсеткеніме қатты қысылдым. Шай үстінде ол екеуміздің Шабақ ағай, Тарықшы ағай, директор сияқты ұстаздарымыз өзімізге ренжігенде не айтқан, біздің оларға не дегенімізді тәптіштеп сұрай бастады. Соның бәрі қаз-қалпында есте тұра ма? Бір-біріміздің сөзімізді толықтырып, білгенімізше жауап берді. Әсіресе Зылиқа апай мен Ләзиза мен оның шешесінің, Гүлбағиланың және басқаларының ұрысқан кезде Донбайға қандай селқос сөздер айтқанын шұқшия сұрады. Мен кезінде әлгілердің аузынан шыққан жаман сөздерді қашып, силай-сипай жауап бере салдым. Апай жауабыма риза болмағандай қабағын шытты да Донбайға қарап: балам, мұғалімдердің кімге қандай баға қойғанына не шаруаң бар? Олармен неге тәжіркесі бересің? деді. Тәжіркелеспегенде ше, бағаны әділ қойсын. Осы дүниеге әділдікті сен орнатайын деп пе едің? Ол қолыңнан келмейді күнім. Білетіндердің айтуынша, әділдік іздегендердің барлығы құрып кеткен. Атылып, шабылып, түрмеге қамалып дегендей, заманына қарай амалы деп, енді сондайлардың ауыздықтаудың жаңа әдісі етек жайған көрінеді ғой. Сонда әділдіктің мүлде болмағаны ма? Бар ма, жоқ па, мен оны білмеймін. Бірақ сен соны іздемеші күнім. Айтудай айтам, тіл алмайсың. Кейін институтта оққанда сонда ғалымдардан сұрарсың. Неменеге сонша шошындың, деді Донбай. Әділдік іздеймін. Іздегенде қандай? Өмір бойы іздеп өтем. Іздеме күнім, шошымай қайтем. Әйелдер пыш-пыш етіп, ауылға неше түрлі өсек тараған ба қалай? Бір әйел мен шошитындай сөз айтты. Біздің қазақ бір-бірінің артынан ши жүгіртуге, бірін-бірі құртуға шебер ғой. Бұдан былай бетегеден биік жусаннан аласа болып жүрмесең, ісін ашырға шабатын сияқты деймі о немене? Мен солай ұқтым. Апай жұмбақтамай неге ашып айтпайсыз деп мен де сөзге араластым. Осы артық не барып ашып айтатын? Донбайға сен де жолдас болып жарытпадың. Ол не істесе елпілдеп қолпаштай беретін сияқтысың. Нағыз дос сөйте ме? Ақылыңды айтып жаман істен тежеп отырмайсың ба? Көнеме ол, апай. Ол менен 3 есе мықты. Күш жұмсай алатын біреу болмаса, мен деген не оған? Донбай маған тесірейе қарады. Сырың мәлім болды, достығың тұр осы екен ғой. Күшің басым болса, маған қол жұмсар едің, жай айтқанымда деп тайқып шыға келдім. Әне, орынсыз елпілдеу, қолпаштау деген осы, Нұрбек. Осындай табансыздықтың ұнамайды маған, деді Зылиқа апай. Айтқан сөзің неге сіресіп қатып қалмайсың? Енді сіз өзіңізде балаңызға әмірің жүрмесе, деп ақталғым келіп. Байқаусыз анасын баласына айдап салғандай сөз айтқанды Зылиқа апай мырс етіп күлгенде бірақ білдім. Немене мені талқыға саласыңдар? Біреудің басын жарып көзін шығарыппын ба? Донбай дастархан басынан көтеріле мен де түрегелдім. Сөзінің түріне сіздерге дауа болмас. Бар енді сабақтарын қараңдар деп Зылиқа апай. Аға вожатый сабақ аяқталған соң классымыздың пионерлерімен әңгіме өткізіп еді. Отрядтың жұмыс жоспары талқыланып, әркім өзінің ұсынысын тақылдап айтып жатты. Жалғыз ақ Донбай жұмған аузын ашқан жоқ. Оның есесіне кімде қандай сұрақ бар дегенге келгенде, ол алдымен суырылып шыға келді. Апай, сіз, аға вожатый, апай деген сөзді естігенде ылғи иығын қозғап күлімсіреп қоятын. Бұл жолы да сөйтті. Себебі ол 10 классы былтыр ғана бітірген, институтқа жеңілдікпен түсу үшін 2 жылдай қызмет істеп, стаж жинауға ұйғарған жас қыз еді. Шынымды айтсам, мектеп директорына ең
балдызы болатын. Апай, әнеугі мен айтқан сөз неге аяқсыз қалдырдыңыз? Соның себебін білгім келеді. Қандай сөз? Ләзиза шешесі асханадан ұрлаған азықты үйіне тасиды. Соны сізге айтқаным қайда? Ұмыттыңыз ба? Вожатый қыз ойлағандай желкесін қасып барып. Иә. Ол не сөзі өзі? Сенен басқа тағы кім көрді? Нұрбек екеуміз көргенбіз. Әй, мен осы досым-ай, шатақ іске куәға тартып, жанымды қинап тұрғанын қарашы. Амал не? Көрген білгенім жіпке тізіп, жасырмай айтып бердім. Әйткенмен куәға тартқанын жақтырмағанымды байқату үшін Домбайды оқты көзбен бір аттым. Кезек Ләзизаға келді. Жаңа Гүлбағила оның құлағына сыбырлап отырған. Бұл қыз сабаққа нашар болғанмен айлы-шарыға шебер еді. Қазір Ләзиза не болса соның үйреткен жауабын айтатын шығар. Апай, сіз білесіз бе, Домбай жалақор өсекші. Ол класс жетекшім Шабағаға да жала жауып жүр. Бағаны алып қояды деп. Ол директор мен тарихшы апайды сыртынан жамандап жүр. Ал Домбай мен Нұрбектің сөзіне не айтасың, деді вожатый қыз. Өтірік, жалы, екеуіңді ұқсап терезен сығалаған рас, апай. Мен әкелген етті көргенде рас. Бірақ ол апамның асханадағы буфеттен сатып алған еді. Жоспар орындау үшін буфет асхана адамдарына ылғи аздап ет сатады. Айтып тұрған өтірік әрине. Мықты болсаң дәлелдеп көрші қанеки. Асханағылардың ым-жымы бір, дәлелдей алмайсың. Осымен сөз тұйықталған сияқты. Ал естідіңдер ғой Ләзизаның жауабын. Мен не дейін, тергеуші емеспін. Асхананы тексеруге хақым жоқ. Тағы кімде сұрақ бар, деді аға вожатый. Апай, және бір сұрағым бар, деді Домбай. Бұл тағы не бүлдірер екен деп қылпылдап мен отырмын. Өйткені оған келген сөз маған да ортақ қой. Мені балалар тек қана телохранитель десе бір сәрі, оған қоса Домбайдың оң қолы сойыл соғар дейтіндері де бар. Сұрағың отряд жұмысы туралы болсын. Бөгде сұрақ қой. Пионер қыз ет ұрласа, неге бөгде сұрақ болады? Бағана әділ қоятын Ерасыл ағайды біздің 6-шы класстан аластаса, ол неге бөгде сұрақ болады? Сен өзің даукес екенсің, вожатый қыз сөз бастай береді балалар. Сұрасын, жақсы көретін ағайымыздың басқа классқа ауыстырылғаны рас қой, деп шулап кетті. Жарайды, сұра, деді вожатый қыз қабағын үстіп. Өткен аптадан бері Ерасыл ағай біздің классқа сабақ бермейтін болды. Жұрт айтады, 6-шы класста басшылардың ұл-қыздары көп, бағана әділ қоятын бір беткей мұғалім сол себепті басқа классқа ауыстырыпты, деді. Сіз соған не дейсіз? Жұрт деген жалпы сөз. Кім айтады әлгіні? Мен айтамын, Нұрбек айтады, мына отырған ұл-қыздардың біраз айтады, олардың ата-аналары айтады. Осылар жұрт емес пе? Домбайдың сөзін Гүлбағила киіп кетті. Нұрбек сенің телохранителің досың, ол сенің сөзің сөйлеп өтірік айтады. Онда өзіндік ештеңе жоқ. Ендеше оның атауын қате. Ләзиза бастаған 3-4 қыз Гүлбағиланың сөзін қостап сықылықтай күліп мәз. Жетті, деді вожатый қыз. Тағы кімде сұрақ бар? Сұрақтарын тек өзіміз жұмысымыз туралы болсын. Бірнеше сұрақ қойылып, оған жауап берілген соң жиынымыз аяқталды. Топ-топқа бөлінген ұл-қыздар жүре сөйлесіп, ұбап-шуап тысқа шыға бастады. Домбай екеуміз ешбір топқа қосылмай бөлек келе жатырмыз. Мектеп ауласынан шыққан соң көшені жағалап үйге қарай беттедік. Шешесі ұлына, бұдан бұлай бетегеден биік жусаннан аласа болып жүрді келді, арада бірнеше күн өтіп еді. Тіләлу қайда? Содан бері Домбай бастықтардың балаларына бағаны көтеріп қоясы деп Шапағамен 2-3 рет шекісіп үлгерді. Тарихшы апаймен сөзге келісіп қалғаны тағы бар. Ал жаңа жиын үстіндегі әрекет әлгі. Араздықты ушықтыра түсетін көрші туралы ескі әңгімені қайтадан қозғаудың қажеті жоқты. Айтқан кісінің соны анықтауға тырысса екен-ау, бәрі аттонын ала қашады. Содан кейін Домбайдың өз жексұрын болады. Баяғы оның сойылын соғатын маған да таяқтың бір ұшы тиіп жатады. Бұрын осы тәріздес ой пікірді Домбайға сан рет айтқан. Шешесінің тілін айнымайтын бала менің сөзімді елеп қайтсын. Сол себепті соңғы кездерде оған ақыл айтуды қойып кетіп едім. Бүгін де жиын үстіндегі әрекет туралы жұмған аузымды ашпауға бекіндім. Бірақ сөзді өзі бастады. Сен маған ренжідің бе, деді. Ренжімегенде ылғи өзіңді де мені де жаманатты қыласың. Айтқанымның бәрі шындық емес пе? Рас, шындық. Бірақ сол шындықты керек етіп отырған кім бар? Мұғалімдерге жек көрінішті балаларға күлкі боласың. Оған мен жазықтым ба? Менікі айту, олардікі тыңдау, анықтау, шара қолдану. Айтқан сөз зая кетіп жатса, амалым қанша? Класс жетекшіміз Ерасыл ағай болса ғой шіркін. Бірақ оның өзінде бізден зытырып жіберді емес пе? Зытырып жіберді ме, сырғытып жіберді ме? Зытыру мен сырғыту бәрібір емес пе? Меніңше аздап айырмашылығы бар, дедім. Зытыру біздің көзімізбен таса қылу, әкету. Сырғыту директордың өз мақсаты үшін осы біздің класстан кетіруі. Шында да оны сырғытып жіберіп отыр. Естуімше директор, жаста болсаң білімің көп, саған лайығы жоғары класстар деп алдап сулаған сияқты ғой. Ендеше Ерасыл ағай директор өзін бізде не себепті әкеткенін білмейтін де шығар ау. Білмесе де сезген болар. Білмесе қалай сезеді, білмеген соң сезбейді де. Ылғи сөз айқындың ау осы. Сірә түбінде ақын боларсың. Мен күлдім, өйткені біраздан бері жасырып өлең шығарып жүрген жайым барды. Оны үй ішімде ең жақын досым Домбай да білмейді. Бақандай 3 дәптер толы өлеңдерім бар. Бірақ ұнаса, ұнамаса, күлкіге айналдыр деп тірі жанға көрсетуге батылым барар емес. Анау Ләзизаның апасы ғой, сол екеуміз іздеп келе жатпасын, деді Домбай қуастанып.
Мана Ләзиза ештеңе кідірмей көзінен жас сорғалаған күй біздің үйге бірден үйіне қарай жүгіре басып кетіп қалып еді. Шешесіне шағым жасайтын айдан анық. Сондықтан шаңымызды сілку үшін мына апайдың Домбай екеуміз іздеп келе жатуы әбден мүмкін. Не істейміз дедім досым. Мені не қылады, ұрса саған ұрсады да, ендеше менің шаруам қанша, өзің амалын тап. Бәрін бүлдірген өзіңсің. Қой, мен рас айтамын, деп Домбай сасып. Ауылымызда әрлі-берлі өту үшін ғана қалдырылған ені тар 3-4 көлденең көшесі мақ болушы еді. Солардың бірінің түбіне келіп қалған екенбіз. Домбайдың білегінен ұстай алып, жүр, дедім. Екеуміз әлгі көлденең көшеге түсіп, оңға қарай аяңдадық. Аздан соң артымызға қарасақ, жаңа апай да осы көшеге бұрылған екен. Енді біз тез-тез адымдап, алдымызға үлкен көшеге келіп шықтық та, үйді бетке ұстап жүгіре жөнелдік. Көшеде өткен-кеткеннің көзінше салғыласып жатқанша, үйде сөйлескенім жақсы ғой. Тіпті апам жұмыстан қайтқанша, есікті іштен бекітіп алып, Ләзизаның шешесін кіргізбей қоюға да болады. Маған өз үйіміз қорған сияқтанып кетті. Ертеңіне түс кезінде мектеп ауласының алдында совхоздың көп орындық жабық машинасы келіп тоқтады. 6 баланы дәрігерге қаратуға аудан орталығына апаратын бұрыннан білуші едік. Ол өткен аптадан бері сөз болып жүрген. Әлгі балалардың үшеуінің жүйкесі, екеуінің өкпесі, біреуінің бүйрегі ауыратын. Ал енді осыларға дені сап-сау Домбайды да жетіншек қоса салғандарын мен қайран қалдым. Классымыздағы басқа ұл қыздардан сұрасам, олар да ештеңе білмейтін болып шықты. Балалар аудан орталығынан ауылға сол күні-ақ қайтып келді. Ал арада бір айдай мерзім өткенде Домбайды қайтадан аудан орталығына кетті. Кейін білдік, күллі қажетті қағаздарын реттеп, оны сондағы дәрігер педагогикалық комиссияға салуға апарған екен. Әдетте ондай комиссия баланы қағаздарын реттеп әкелген ұстаздардан артық білмейміз деп жарыместер қатарына қоса салатын көрінеді. Сөйтіп Домбайды да ақыл-ойы кем бала ретінде сонау алыс қаладағы арнайы мектепке жіберуге шешім қабылдапты. Қысқасы мен әрі көршім, әрі ең жақын досым Домбайдан 6 класста оқып жүрген жылдың күзінде айырылып қалдым. Сөз аяғы. Қымбатты оқырман ұл қыздар, сендер ойша маған әр алуан сұрақ қоюларың мүмкін. Мәселе мынандай. Арнайы мектепке кеткен соң Домбайды көрдіңіз бе? Шешесі Зылиқа сұлу қайтты. Домбайдың соңына түскен Шабақ ағай мектеп директоры, тарихшы апай сияқты ұстаздар осы күні қайда? Домбайды дерттілер мектебіне жіберуге ауыл совет хатшысы Айдарханның қатысы болған жоқ па? Ерасыл ағай әлі сол мектепте сабақ беріп жүр ме екен? Айта берсе сұрақ көп қой. Домбайды неге көрмейін? Бірнеше рет көрдім. Жүні жығылып, шынында да ауру адамға ұқсап қалғанын байқадым. Ақылы кем деген желеумен арнайы мектепке біріліксе, оның шеңгелінен құтылу оңай емес көрінеді. Қайта құрылу, жариялық кезең басталғанның өзінде ол 87 жылға дейін сол жақта болды. Ауылға қайтып оралған соң да жарымес аты қыр соңынан қалмай шаруашылыққа әртүрлі ұсақ-түйек жұмыс атқарып жүрді. Ал шешесі Зылиқа ол арнайы мектепке кете сала Айдархан ағайға тұрмысқа шыққанды. Шабақ ағай мен тарихшы апай әлі сол мектепте сабақ беріп жүр. Бұрынғы мектеп директор қызмет бабында өсіп, аудан орталығына ауысқанда 3-4 жылдан асты. Жұрттың айтуынша Домбайды арнайы мектепке жіберуді әу баста ойлап тапқанда, соны іске асыруға күш салғанда Шабақ мұғалім мен Айдархан ағай көрінеді. Жұрттың айтуынша деп отырмын, өйткені ол сөздің рас өтірігін дәлелдейтіндей қолымда ешбір дерек жоқ. Ал балалар жақсы көретін Ерасыл ағай, мектеп басшылары осы жылы оқу аяқтала салысымен өз еркімен басқа жаққа кетуге мәжбүр еткенді. Меніңше ең басты мәселе басқада. Сап-сау баланы ақыл-ойымен кем деп қорлап, құқығын аяққа басып, арнайы мектепке жіберудің түп тамыры қайда жатыр? Міне осыған жауап іздеу керек. Оған жауап іздеуге тек соңғы кезде ғана мүмкіндік туды. Өмір шындығын жасырмай айтуға жағдай жасалған соң, тіршілігіміздің небір сұмдықтарын бет пердесі ашылды. Солардың ішінде ең сорақысы адам тағдырының ойыншыққа айналып кеткендігі. Тамырын терең жайған ол кемшіліктерді онша қазбаламай тоқетерін ғана айтар болсақ, ертеректе 1953 жылға дейін сан алуан мекемелерде, өндіріс пен өнеркәсіп, оқу орындарында, колхоз бен совхоздарда, қысқасы тіршіліктің барлық саласында да құтылғысы келген адамын халық жауы деп жала жабу арқылы құрта салатын еді. Сталин өлген соң бұл жауыздық әдіс айыпталды. Арада көп уақыт өтпей тоқырау жылдары басталды. Ауру қалса дәрет қалмайды емес пе? Халық жауы деп айыпталған әдісті қайтадан қалпына келтіру ыңғайсыз. Сонда ой, пікір, іс-әрекет ұнамайтын адамдарды қалай ауыздықтауға керек? Бұл мәселеде оп-оңай шешілді. Енді ондай ұнамсыз адамдарды психиатрға көрсетіп, есі ауысқандардың тізіміне қосатын болды. Біразын жындыханада емдеп, ит қорлық азапқа салды. Баспасын одақ бойынша сондай есі ауысқандардың саны әлде неше жүздеген мың екенін анықтап, адамдарды орынсыз жазалаудың бұл жауыздық әдісінде қайта айыптады. Сабағын үлгермейтін оқушыларды, сондай-ақ сотқар балаларды ақыл-ой кем деген желеумен арнайы мектепке жіберуде жоғарыда айтылған әдістің бір түрі сияқтанады да тұрады маған.
Қымбатты оқырмандар, қолдап мені, лайк басып, тіркеліп қолдауларыңызды сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет.